Армысың алталашым, қасиет қазақ халқым, Асқар Арғын Бахадыр, ұлт жанашыры. Бүгін 20 сәуір 2025 жыл. Алматы шаһары Гоголь көшесіндегі Магнум сауда желісінің дүкеніне ат басын тіредім. Қазір мұнда не болып жатыр? Тамаша білесіздер, жетісі күні бойкот жариялаған болатынмын Қарағанды қаласында. 2 Магнум жабылған болатын. Енді қазір мына жерде не болып жатыр, соны көреміз. Қазақтар бар ма, жоқ па? Сауда желісі жұмыс жасап жатыр ма, әлде тоқтап қазақ халқының қасиетті тіліне шабуыл жасаған бұл оңбаған жүйе құрдымға кетіп жатыр ма? Соны көретін боламыз. Былай сыртынан қарасам, міне қазақтар баршылық. Бір қазақ кетіп барады, қазақ па, мәңгүрт па, түсініксіз тамақ ал. Қазір соны көретін боламыз. Кеттік алға қазақтар. Қазақ тілім үшін жан пида. Қайтпас қайсар қазақтар, алға. Мінеки. Андай көтерілетін бәлесі бар. Сонымен көтеріп бара жатырмыз. Мынау Магнумға бойкот жасағанымыз Алматыға жұмыс жасамай тұрмай деп ойлап отырмын. Өйткені мына жерді қарап отырсам, халықтың саны көп па деймін. Оның ішінде қазақ халқының. Мен артымызда да келіп жатыр, байқасаңыздар. Қазақ ұлт өкілдері. Міне 1, 2, 3 касса жұмыс жасап тұр. 3 касса жұмыс жасап тұр. Саламатсыз ба? Қазақша білесіз ба? Бастықтарың бар ма? Магнумның. Асқар Арғын Бахадыр, ұлт жанашыры. Мен Қарағандыдан келіп тұрмын. 2 Магнумды жауып тастадым мына жақта. Қазақ тіліне шабуыл жасаған. Магнумды бізге 5 теңгеге жоқ. Ондай Магнум. Қазақ елінде тұрып, қазақтың жігіті қазақша сөйлеген үшін жұмыстан шығарып тастаған үшін айналайын. Сондықтан да біз тіліміз жойылса, біз өзімізде жойыламыз деген сөз. Сен маған бастықтарды шақырып кішкене. Сөйлесейік. Өздерің мына жерде есім кім болады? Мөлдір. Өте жоқ, сен түсінмеймін. Не, Мөлдір, бұлай сен қанша жұмыс жасап жүрсің мұнда? Енді кірдің ба? Бұлай байқадың ғой, қазақшаға қысым бар ма, жоқ па? Қазақша сөйлессеңдер, араларыңда өздерің. Тілге не жоқ па? Орысша айтқан дискриминация дейді ғой, ана бөгет. Именно ана қазақтың жігітін шығарып тастады ғой, сол тіл қазақша сөйледің деп. Мысалға. Енді бәрі бір, енді желі бір ғой, Магнум желісі, солай емес пе? Бастығын шақыртпашы маған, жарай ма? Мен осындай жағдай болып жатыр, Мөлді жақында ғана жұмысқа кірдім дейді өшеге. Мынаны іші, Гоголь көшесіндегі Магнум желісі міне. Қазақтарды білмеймін енді қазір. Қазақ емес. Анау ар жағындағылар қазақ па, қазақ емес пе? Саламатсыз ба? Қазақша білесіз ба? Асқар Арғын Бахадыр, ұлт жанашыры. Магнум желісін тексеріп жүр. Өйткені анауын білесіздер, қазақтың жігіті шығып кетіп, масқара болып. Ондай болмау керек. Қазақ жерінде тек қана қазақ біледі. Міне сауда. Әлгі біздің Магнумдарда адам жоқ деп едік. Мына жерде кәдімгідей адамдар толып жүр. Мына кісі маған шығып жатыр қазір. Саламатсыз ба? Сіз лауазымыңыз қандай? Мен СБ-мін. Қазір сіздің шақырған адамыңыз. Күтетіңіз де? Жақсы.
Міне. Осы бәрі тамаша. Қазақша жазылған. Қош келдіңіздер деп жазып қойыпты. Біз сондықтан да айналайын қазақ халқы, біз өз тілімізді қорлатып қоймаймыз ешкімге. Мынау қазақ найзаға үкі таққан дейді. Үкі не үшін таққан? Біз найзамен жауды жеңіп, үкі басымыздан асырмағанбыз. Сол үшін бізде үкі тағылып тұр. Сондықтан да біз Магнум сауда желісін осындай бойкот жариялап бүкіл Қазақстанда. Сол себепті біз тіліміз үшін жанымызды беруге дайынбыз. Біз өз жерімізде өз тілімізді ешкімге қорлатпаймыз. Былайша айтқанда. Қазақ ұлтшылдары. Сондықтан мен мына жерге келіп тұрмын. Міне қазір қазақ бастық па, орыс бастық па әйтеуір шықсын. Сонымен сөйлесетін боламыз міне. Мына жерде қазақ кісілер көп екен, білмеймін енді. Қазақстанға барлығына жарияланды. Қазақ тіліне қарсы шапқан осындай жауыздық, залымдық. Біз тиямыз, бұл дүкендер желісін жауып тастасаймыз керек болса. Қазір білетін боламыз, міне бастығын шақырып жатырмын, міне келсін бастығы, сөйлесеміз қазір. Ешқандай біз аяушылық бермейміз, өйткені осының бәрі мынау балық бастан шірейді дейді. Осының бәрі осы биліктің әлсіздігі, осының бәрі биліктің мынау осындай Назарбаев кезінде айтқан 14-15 жылы анау қазақ орысқа сөз әңгіме айтқан үшін жұмыстан шығарып тастаңдар деп. Сол саясат, сол үрдіс, сол оңбағандық жалғасып жатыр. Сондықтан да осы жерде міне қазақтың өз жерінде кемсіту болып табылады. Біз соны білуіміз керек, біз соны ұғынуымыз керек. Былайша айтқанда, айналайын қазақ халқы. Мынаның іші міне осындай кәдімгідей салтанатын құрып қойған міне. Жан-жағының бәрі сауда кешендері, жан-жақтың бәрі. Міне мына жақта Корей тауарлары мысалға. Міне, Корей тауарлары. Саламатсыз ба? Қазақша білесіңдер ме? Жақсы. Корей тауарлар ғой, нешті. Осындай бөліктер, осындай бөлімдер ашылып тұр. Бұл енді барлығы да Магнумға тиесілі деп ойлаймын. Магнум шетелдің дүкені бола тұра, қазақ тілін біздің қысымға ұшыратуға ешқандай жол бермейміз. Біз ұлт жанашырлары ондайға жол бермейміз. Айналайын қазақ халқы. Саламатсыздар ма? Тауарды жеңілдікпен алып жатсыздар ма? Міне, қазақша білмейсіз ба? Жеңілдікпен алып жатсыздар ма дейді тауарды. Тауарға жеңілдік бар ма? Қарындас? Мөлдір ғой, жеңілдік бар ма тауарға? Қанша? Қазір бастықтар шығатын болады. Салам алейкум. Есіміңіз кім? Азамат болады. Асқар Арғын Бақадыр, менің атым. Не істеп жүрсіз? Неге түсіріп жүрсіз? Қазақстанның ұлт жанашырымын. Сіз тамаша білесіз ғой. Ана жолы қазақтың жігітін шығарып тастады. Қайтып алды ол? Магнумнан. Ол қайда істеп жатыр? Ол біздің не қатысымыз бар бұл жерге? Ол басқа Магнум, ол басқа Магнум. Магнум желісі бірдей ғой бар. Бірдей емес аға. Сіз интернет-магазин мен простой магазинді шалыстырмаңыз. Интернет-магазин сіздерге бағынбай ма? Жоқ. Ол басқа бөлек магазин. Мынау басқа магазин. Жақсы. Аты ғана бір. Есімің Азамат қой. Екінші, тыңдаңызшы, мен сіз тыңдадым. Қыздардың түрін нелерге желіге салуға үй түсіруге құқығыңыз жоқ. Мына қыздардың біздің де түрімізді. Қай бапқа сүйеніп отырсыз? Мен ешқандай бапқа сүйеніп отырмын. 20-шы бап бар ғой. Мен ақпаратты алуға, таратуға мүдделімін деген. Сендер ашық жерде тұрсыңдар. Жұмыс орны. Мен сіздердің жеке басыңызды түсіріп жатқан жоқпын. Сіздер жұмыста жүрсіздер. Солай емес пе? Иә.
20 бапқа байланысты. Яша кіріп кетші 6-шы кассаға қарай. Мен? Кәбірмен. Иә. Тезет. Мен мысалға түсіруге Жоқ, қоқыламын. өзіңізді түсіруіңізге болады. Ол қазақ тіліне тиісті. Қазақ тілі жетінші, міне тыңдаңыз. Асқар Бақадыр, мен ұлтжан ашырмын. Мен 20 бапқа байланысты қазақ тіліне тиіскен үшін осы жерге келіп түсіруге хақым толық бар. 20 бап. Ата заңымыздың 20 бабы. Мен алуға сіздерден рұқсат ештеме керегі жоқ. Сіздер жұмыстасыздар. Тем более мынау 7 бапты бұзылды. Қазақты қазақ сөйлеген үшін жұмыстан шығарып тастады дегенге біз тік тұрдық, шын айтайын. Сонда бізге заттарын жинап кетіңдер дегені ма, мына жерден қалай түсінуге болады? Мемлекеттік тіл қазақ тілі 7 бапта тұр ғой. Барлық жерде, барлық салаларда қолданылады. Көліктерде, автокөліктерде, аэропорттарда, соттарда, мемлекеттік басқару жүйесінде. Сонда бұл қалай неға қонбайды? Ананы қазақша сөйледім деп шығарып тастаған. Магнум жүйесі. Ол біз Магнум сауда орталығымыз, біздерде магазин. Ол бөлек, олар Магнум Go деген бізде дым аты жоқ нәрсе олар. Магнум Go деген өздері олар через интернет заказ беретін магазин ол. Бізде ондай жоқ. Ол бізге қатысы жоқ дым. Бізге қатысы жоқ ол. Соны бізбен шатастырып жатыр бүкіл халық. Тауарды олар қайдан алады? Сіздерден алмайды. Олар бөлек, иә? Сіздер мына жаққа кіріп өзіңіз таңдайсыз. Как орысша айтқанда дочерний предприятие олар дейді ғой, басқа сондай ма? компаниялардың өздері заказ беріп, өздері складтары бар. Бізде дым қатысы жоқ олардың. Олар бөлек бізге. Сіздер сонымен қателесіп жатсыздар. Бізді Магнум дегенге бірдей деп ойлап жатсыз. Олар басқа руководитель Магнум ояқта. үшке бөлінеді. Магнум ата, Магнум супер, Магнум Go деген ол интернет магазиндер. Біздің басшыларымыз бөлек, олардың Жақсы. басшылары бөлек. Сен өзің лауазымың қандай? Мен начальниксмен служба безопасности. Жақсы, есімің Азамат. Азамат қой. Азамат енді міне өзің азаматтық борышың ғой. Мына жерде білесің тамаша қазақ тілі ешқандай қорланбау керек қазақ жерінде. Мына жерде мен жұмыскерлерді мен өзіңнен сұраймын. Қысым жоқ па ешқандай? Жоқ, бәрі Ашық, қазақша сөйлейді, бәрін істейді. сөйлесесіздер ешқандай не жоқ қой. Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Жұмыскерлер бәрі ақшаларын алады, жалақыларын алады. Бәрі таза алады. Қысым ешқандай жоқ. Бізге қатысы жоқ ол тема. Жаңағы өзімен өзі жүрген тема. бөлек неде? Олар басқа жақта, иә. Бізге Жақсы, онда мен айналған қазақ халқы оны білдік. Мен 3-ші рет келгеннен кейін білдім. 2 магнумды тамаша білесіздер Қарағандыда. Одан кейін енді қазір ғана мен 2-ші магнумды Алматыда біліп отырмын. Ол анау жеткізу, тауарды жеткізу жұмысы бөлек бір не бар екен. Сондықтан да сол жағдайды білетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Міне жігіттер шықты. Ешқандай жасырынбай осы аттарын атап, өздерінің жағдайларын айтты. Міне ешқандай не жоқ деді, қысым жоқ деді, жұмысымыз бәрі жүргізіліп жатыр деді. Сондықтан да қоса саламатта болыңыздар, Асқар Бақадыр. Мен енді сол жаңағы жеткізу жүйесіне баратын боламын. Аман болыңыздар. Жақсы, аман болыңыздар.